Біздің сорымызға олар кінәлі емес. Бізді сорлы қылып отырған бір-ақ адам. Тәжірибелі және қанішер жауыз билеуші топ өкілдері және олардың НКВД, КГБ-дан қалған аталмыш қанішер технократтары қазақ халқын тағы да арандатпақшы. Жаңа әлгінде айттым, біріншісі бұл қолдан, бастан ақыр қолдан ұйымдастырылады. Екіншісі бұл кездейсоқ бұл оқиға болады, себебі қазақ халқы аш жалаңаш, қазақ халқын әдейіге жалаңаш, әдейіге аш ұстап отыр, тірлігін қоймай отыр, кредитке байлап отыр әдейі қазақ халқын. Сөйтіп бүкіл қазақ халқы мәудеп бас көтерсе кредитпен қысады, туыс-туғанмен қысады, үкіметтік қызметмен қысады. Қазақ халқы басқа өз бетімен күн көретін табыс көзі болмау керек, мұғалім болу керек, докторханаға байлану керек, үкіметке байлану керек. Қысқасы билікке алақан жайып отыратын қайыршы болу керек. Кез келген уақытта жаңағы ас ішіп отырған ыдысын қағып тастаймын деген қазақ халқы болды, намысымды таптай бер, қызымды қорлай бер, ұлымды соттай бер, тек менің басыма тимесең болды деп осы 30 жылдық құлдыққа көніп отыратын жағдайға әкелу керек. Сол үшін жаңа кездейсоқ оқиғалардың өзін оны әдейіге жаңа жоспарлаған сияқты қылып, ең соңында билік оны өз пайдасына пайдаланады. Қазір Ақтау қаласында түрік кафесінде тағы да қазақтар мен түріктерді араздастырмақшы болып отыр. Бұл жерде қазақ халқы бір нәрсені түсініңдер. Сенің басыңдағы барлық бақытсыздыққа кезінде Совет одағы кезінде Кавказдан тағы басқа Түрік пен Ресейдің шекарасынан ауғын болып, бүкіл туыс-туған қырылып, ауып Қазақстанға келген түріктер кінәлі емес. Сенің басыңдағы барлық бақытсыздыққа Қазақстан жеріне кез келген тарихи оқиға кезінде өздері қырылып жойылып қазақ жеріне келген басқа келімсектер, басқа паналап келіп қазақ халқының дарқандығынан, кеңдігінен сол жерде аман қалып, тірі қалып жасап жатқан басқалар кінәлі емес. Сенің басыңдағы барлық бақытсыздыққа тек өкімет кінәлі. Сені кедей қылған, сені аш қылған, сені кредитке байлаған, сені бизнес жасауға, ашық бәсекелі нарықтық өмірді өмір сүруге жаңа мүмкіндік бермеген, бүкіл қоғамның басынан аяғына дейін пара жасап қойған, бүкіл қазақтардың адымын аштырмай, көкірегін кердірмей отырған, қит еткен қазақтың басын қағып соттап отырған ол тек өкімет. Яғни қазақ халқы Қазақстандағы бірінші өкіметке қауіпті халық ретінде саналып отыр. Сондықтан қазақ еместің бәрін көтереді, қолдайды, оларға тірлік береді, оларға бизнес береді, оларға рұқсат, оларға кредит береді, бірақ саған бермейді. Ол екі қазақпен кез келген бір келімсек ұстасса, қазақ оған алайып қараса, бірақ анау қазақтың көзін көгертсе, қазақ сотталады. Анау қазақты келімсек қазақты өлтірсе, бірақ қазақ оны небәрі бір-екі ауыз бір боқтаса, қазақ сотталады. Өлген қазақтың өзіне құн төленбейді. Бұл Совет кезінен келген дүние. Қаскелеңде Совет кезінде тағы анау Кавказдан ауып келген бір келімсек қаумен қазақтың соты болады. Ең соңында сол жерден 1000-ға жуық Советтің құпия жаңағы НКВД, КГБ-сінің адамдары маған өз аузымен айтып берген. Соған Мәскеуден бұйрық түседі, жауапты болады, бүкіл делоны қарайды. Сөйтіп бүкіл делоға жауапты қазақтың қызын зорлаған, қорлаған, бәленбай қыз оғынға дейін зорланып келген жаңағы келімсектер тарапынан. Сөйтіп бұлар делоны анықтап, қазақтың бұл жолғы жігіттерінің жаңағы теңдік сұрау дұрыс екен дегенде, Мәскеуден арнайы комитет келіп, арнайы комиссия құрылып, жаңағы делоны бірақ ақтарып, ең соңында жаңағы келімсектің бәрі қыз зорлаған, тіпті адам өлтіргендердің бәрі жаңағы бостандыққа шығып, бүкіл нақақ жаңағы қарындасы зорланған, қызы зорланған қазақтар ұзақ жылға сотталған. Совет кезінде НКВД, КГБ-дан бұйрық берілген, қандай да бір қақтығыс болса, тек қазақтарды соттау туралы бұйрық берілген. Себебі қазақтарды жаныштау керек. Ал шын мәнінде орыстар ол келімсектерге сондай бір қамқор болып тұрған жоқ. Ол келімсектердің өзінің ата мекенінен, туған жерінен қынадай қырып отырып алып келді. Оны өз ата мекенінен қынадай қырып алып келіп, екі қол қанға малынғанмен, бірақ қазақ жеріне келгенде олардың басынан сипай қалды. Міне аярлық, міне түлкілік, міне шайтандық, міне сатанистік. Ал ол келімсектер қазақ жеріне келіп, бірінші кезекте оларға құрт беріп, киімін беріп, сүтін беріп, аштықта, ашаршылықта, репрессияда алып қалған кім? Қазақ халқы. Бірақ олардың баласы өсіп ер жеткеннен кейін олардың жаңағы НКВД, КГБ оларды құтыртты.
Сөйтіп оларға жел берді. Сөйтіп олар кезінде өздерінің әкелері, шешелері сол қазақтың сүтін ішіп, қазақтың құртын айранын жеп, қазақтың нанын жеп аман қалғанын ұмытып, НКВД, КГБ олардың қолынан әдейіге содырлық топтарды қолдан жасап, әдейіге қылмыстық топтарды қолдан жасап, оларды НКВД, КГБ, орыстардың қазақтарды жаныштайтын қосымша құралы қылды. Олар біліп және білмей қазақтарды жаныштайтын құрал болып қалды. Тура сол жоспар, сол Советтен, НКВДан қалған сол жүйе дәл қазір біздің тәуелсіз Қазақстанда 30 жыл қолданып келе жатыр. Бүкіл Қазақстанның түрмесінде 100 мыңдаған нақақ сотталған қазақ содан Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Орал, бүкіл Қарағанды, Жезқазған, Семей, Өскемен, Алматы, Жамбыл, бүкіл осы жердегі қазақтардың нақақ отырған 100 мыңдаған түрмедегі қазақтың барлығы сол қазақтардан бас көтеретін азаматты тұрақты түрде жаңағы семіре бастаған жаңағы серкесін қойын сойысқа жіберіп отырған сияқты тұрақты түрде соғымға жіберіп отырады, сойысқа жіберіп отырады. Бұл Советтен қалған мұрагерлік. Бұл Советтен қалған мұрагерлік. Сондықтан қолдан жоспарланған, немесе кездейсоқ туылғанмен артынан сол жоспардың ішіне енгізіліп кеткізілген осы сияқты кездейсоқ оқиғаларда қазақ халқы өте саяси сақ және сергек, саптаяқ ас құйып, сабына қарауыл қарату керек. Бір шоқып 40 қарау керек. 7 өлшеп бір кесу керек. Себебі қазақ халқы ызалы, қазақ халқы ашулы. Енді жоғарғы тарап қайтеді, қазақ халқының осы ашуын басқа келімсектердің үстіне шығартпақшы. Ашу ызасын соларға жібертпекші. Стрелканың аузын солай қаратпақшы. Көкке қарап тұрған Жанартаудың аузын бұрып отырып, басқа бір бейшара бейгүне қоғамдағы әлсіз қауым қаратпақшы. Сөйтіп мына халық міне осындай сұмырай, осындай жаңағы төзімді емес, толерантты емес, жаңағы басқа азшылық қауымдарға дұбылар қырып тастамақшы. Біз міне толерантты болып, Еуропаға да, Америкаға да жағып, Орысқа да жағып, Қытайға да жағып, біз өстіп көп векторлы саясат қолданып, мына халықты мынандай діни радикал, мынандай экстремист халықты ұстап отырмыз деп ақталады. Себебі біздің билік жезөкше. Біздің билік жезөкше. Оның бұрынғы бір алқаш байы болған. Надан, топас, өргеуде, сасық көкірек алқаш байы болды. Ол Мәскеу. Ол қазір бір жас және сұмырай, зымиян, арамза және ақшалы көңілдес ойнас тауып алды. Ол Қытай деп мен айтқамын. Енді осы жезөкше билік Еуропаны да алдамақшы. Американы да алдамақшы. Себебі Америка мен Еуропа қыспақ қалмақшы. Жуырда ғана бір алпауыт елдің бас елшісі мәлімдеме таратты. Біз санкция салмақшы емеспіз деп. Ол деген сөз, санкция салатын ойымыз бар, бірақ әзірше салмай тұрмыз дейді. Олар да біздің билікпен санасады, саудаласады, оларға да ақша керек. Қазақты жарылқайтын ешкім жоқ жер бетінде. Еуропа мен Америка сені жарылқамайды. Олардың мүддесі керек. Олардың мүддесі керек. Олар да өзінің бір кандидаттарын тықпалағысы келеді. Олар да біртіндеп өзгертеміз дейтін саясаты болады. Олардың да өздерінің бір жаңа мүдделі топтары болады, бір медиаларын құрғысы келеді. Оғанға дейін біртіндеп барлық жаңағы зұлымдыққа, жаңағы барлық зұлымдығына жаңағы білмегенсіп, жаңағы іштенге көрмегенсіп, олар бәріне үнсіз толып отырады. Сондықтан Еуропа, Америка жарылқайды екен деп ойламаңдар. Олар тікеден тіге килікпейді. Ал біздің билік жезөкше, жаңағы алқашбайы орысқа да жағаттанады, оның да жаңа қанағатын қандырады, жаңағы ойнас жас зымиян, ойнас Қытайдың да қанағаттандырады. Ал сөйтіп Еуропаға оған да жаңағы төсін ашып көрсетіп, және оны да разы қылады, Америкаға да беретінен беріп разы қылады. Анау бір сұмырай жезөкше қатындар болады ғой, осы байында, басқасында, жаңағы керек десең қайнысында, басқасында, кластасында, бүкіл ауылдың, жаңағы ауданның әкімі, сот, прокурор бәрімен ойнас болатын жезөкше қатындар болады. Біздің билік тура сондай жезөкше қатын. Ол енді міне сол жезөкше қатын, сол жезөкше билік енді қазақ халқын тағы арандатпақ. Қордай спектаклі деген менің лекциямды тыңдаңыздар. Мен Түркиядағы кезінде сөйледім. Қордай спектакль. Қордай спектаклі қолдан ұйымдастырылды. Енді міне Ақтау спектакль болмақ,